Әлемде әйгілі ескерткіштер өте көп. Эйфель мұнарасы, Биг Бен, Азаттық мүсіні және тағы да басқалары. Бірақ түрлі себептерге байланысты бір кездері мәңгілік болып көрінген осы тарихи нысандардың көбі болашақта бір жолы жоғалып кетуі мүмкін. Қирап бара жатқан ұлы Қытай қорғанынан бастап еңкейіп тұрған Пиза мұнарасына дейін. Бүгін біз өмірімізде жоғалып кетуі мүмкін көрікті жерлер туралы айтамыз. Алдымен видеомызды бастамас бұрын видеомызға лайк басып және каналға тіркеліп қойыңыздар. Париж десе ойымызға сән, дәмді тағамдар, романтика келеді. Францияның ең танымал символдарының бірі Эйфель мұнарасы. 1889 жылы Франция революциясының 100 жылдығына арналып салынған бұл мұнара бастапқы жоспар бойынша небәрі 20 жыл ғана тұруы тиіс еді. Алайда оның биіктігі ғалымдарға радиотелеграф станциясын орналастыруға мүмкіндік бергендіктен мұнараны бұзбай сол күйінде сақтап қалған. Бірақ небәрі 20 жылға есептелген құрылыс қанша уақытқа шыдай алады? Қазіргі таңда оған 135 жылдан асты. Мұнара әзірге жақсы сақталғанымен оның негізгі материалы ол темір. Ал темірдің басты жауы ол тот. Ылғал мен оттегінің әсерінен темір тотығып алдымен қызғылт түске енеді, кейін үгітіле бастайды. Егер бұл үрдіс тоқтатылмаса, тот темірді біртіндеп жеп, оның беріктігін әлсіретеді. Дәл осы мәселе қазір Эйфель мұнарасында байқалып отыр. 2022 жылы бақта жарияланған ішкі есептерде тоттың мұнараны дәл ағашты кеміретін термиттер секілді бүлдіріп жатқаны айтылды. Егер күрделі жөндеу жасалмаса, келесі бірнеше онжылдықта Эйфель мұнарасымен қоштасуға тура келуі мүмкін. Ұлы Қытай қорғаны. 2240 жылдан астам тарихы бар Ұлы Қытай қорғаны әлемнің 7 кереметтерінің бірі. Бастапқыда ол ежелгі Қытайды жау тайпаларынан қорғау үшін салынған. Бірақ уақыттың алдында тіпті осындай алып қорғанның өзі әлсіз болып шықты. Сырттай қарағанда қорған әлі де жақсы көрінеді. Бірақ ЮНЕСКО-ның мәліметінше, оның шамамен 30% қазірдің өзінде жойылып кеткен. Неліктен? Себебі бірінші себеп табиғи эрозия. Жаңбыр суы әлсіз қышқыл болғандықтан ғасырлар бойы тастарды баяу ерітеді. Бірақ бұдан да үлкен мәселе бар. Жыл сайын қорғанға шамамен 10 миллион турист келеді. Өкінішке қарай олардың кейбірі естелік ретінде қорғанның кірпіштері жұлып алып кетеді. Осыған байланысты Қытайда арнайы заң қабылданып, қорғанға зиян келтіргендерге 5000 юанға дейін айыппұл салынады. Шамамен ол $700. Соған қарамастан тағы бір қауіп бар. Соңғы жылдары Қытайдың батысында құмды дауыл күшейіп, қорғанның кейбір бөліктері біртіндеп құмға айналып барады. Мамандардың айтуынша, егер жағдай өзгермесе, қорғанның ірі бөліктері алдағы 20 жылдың ішінде жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан оны көруге мүмкіндік бар кезде барып үлгерген дұрыс. Бірақ естелік үшін ештеңені алып кетпеңіз. Тадж Махал. Үндістанның ең әйгілі сәулет ескерткіші Тадж Махал. Бұл да әлемнің 7 кереметтерінің қатарына кіреді. Алайда бүгінде оның болашағына қауіп төніп тұр. Тіпті Үндістан билігінің жоғарғы деңгейінде Тадж Махалдың тағдыры талқыланып жатқаны айтылады. 1632 жылы Моғол императоры Шах Жахан бұл кесенені сүйікті жары Мумтаз Махалдың құрметіне салдырған. Ақ мәрмәр қабырғалары мен әсем күмбездерінің арқасында ол әлемге әйгілі болып қазір жыл сайын 8 миллионнан астам туристі қабылдайды. Бірақ ауаның қатты ластануы, көмір жағу, көліктердің көптігі, құмды дауылдар мен өрттердің әсерінен мәрмәр бұрынғы әппақ түсінен айырылып, сарғыш әрі жасыл реңкке бойыла бастады. Қас бетінде балдырлар мен жәндіктердің қалдықтары көбейіп келеді. Бұл жағдай Үндістанның жоғарғы сотын қатты алаңдатты. Сот жергілікті билікке қатаң талап қойды. Не Тадж Махалды толық қалпына келтіру керек, не туристер үшін жабу. Тіпті қажет болса бұзу мәселесін қарастыру керек деген. Егер мұндай жағдай орын алса, бұл Агра қаласының экономикасына ғана емес, бүкіл Үндістанға үлкен соққы болмақ. Өйткені Тадж Махал жыл сайын мемлекет қазынасына миллиондаған доллар табыс әкеледі. Тадж Махалдың тағдырын енді тек уақыт қана көрсетеді. Су астында қалуы мүмкін қалалар. Климаттың өзгеруі деген
сөз тіркесі көпшіліктің естігісі келмейтін сөз тіркестерінің бірі. Бірақ бұл күн өткен сайын шындыққа айналып келе жатқан құбылыс. Егер адамзат ешқандай шара қолданбаса, 2050 жылға қарай әлемнің көптеген әйгілі жерлері су астында қалуы мүмкін. Өнеркәсіптік революциядан бері адамдар атмосфераға сонша көп парниктік газ шығарды, соның салдарынан жердің орташа температурасы шамамен 1 градус Цельсийға көтерілді. Азаттық мүсіні. Егер мұздықтардың еруі жалғаса берсе, Нью-Йорк қаласының көптеген жағалау аудандарында су астында қалу қаупі көбеюде. Су біртіндеп азаттық мүсіні орналасқан аралға дейін жетеді. Толығымен су астында қалуы біздің өмірімізде орын алуы мүмкін. Бірақ теңіз деңгейінің көтерілуі алдағы ондаған жыл ішінде бұл тарихи ескерткішке үлкен қауіп төндіреді. Қазірдің өзінде Манхэттеннің төменгі бөлігін қорғау үшін арнайы бөгеттер салу жоспары қарастырылып жатыр. Лондон және Биг Бен. Лондон теңіз жағасында емес қой, оны қалай су басады деп ойлауыңыз мүмкін. Мәселе мынада: қала арқылы ағатын Темза өзені солтүстік теңізбен тікелей жалғасқан. Сондықтан теңіз деңгейі көтерілсе, өзен суы да бірге көтеріледі. Мамандардың болжамынша 2060 жылға қарай Лондонның көптеген аудандары жыл сайын су тасқынына ұшырауы мүмкін. Тіпті әйгілі Биг Беннің төменгі бөлігі де суға жақындай бастайды. Ұлыбритания билігі бұл қауіптің алдын алу үшін ірі қорғаныс жобасын жүзеге асырып жатыр. Жоба аясында жаңа бөгеттер және жағалауды қорғайтын қабырғалар, шлюздер салынуда. Мұндай қауіпті жағдайлар болмас үшін біз қазірден бастап табиғатты аялап күтіп баптауымыз керек. Осымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Видео ұнаған болса, видеоға лайк басып, каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.